құрметті оқушылар, бірінші сұрақ былай дейді. 15 ғасырдың ортасында Жетісуда өмір сүрген мемлекет дейді. Ол қандай мемлекет өмір сүрді? 7 ғасырдың ортасында өмір сүрген мемлекет дейді. Ол қандай мемлекет? Қазір менде жазбай тұр. Қазір. Комментарий жазып кеттіңіздер, оқушылар. Міндетті түрде комментарийға активно жазып отырыңыздар, иә? Я күшті дейді, керемет. Жақсы. Бізде 15 ғасырдың ортасында, яғни 15 ғасыр сіздер білесіздер, ол бізде 1400 жылдар, иә? 1400 жылдары бізде Жетісу жерінде өмір сүрген мемлекет дейді. Қандай мемлекет өмір сүріп жатыр? Кәні Әбілқайыр. Жоқ, жандарым, Әбілқайыр емес қой. Әбілқайыр емес, жоқ, А емес. Көбісі А деп жатыр, жоқ, А емес, Ноғай емес, құрметті оқушылар. Әбілқайыр хандық емес. Кәні? Саған біреу айтпады ма? Дәрет. Бұның жауабы бізде, құрметті оқушылар, Моғолстан болып табылады, оқушылар. Моғолстан. Сіздер білесіздер ме? Қазақ хандығының құрылуын сіздер білесіздер, иә? Біздің қазақ хандығы қалай құрылды, оқушылар? Біздің қазақ хандығы бізде Әбілқайыр хандығынан Кереймен Жәнібек сұлтандарымыз бөлініп кеткен еді, иә? Бөлініп кетіп, осы Моғолстан мемлекетіне барады да, не істейді? Есенбұға деген Моғолстанның билеушісі болады ол кезде. Осы Есенбұға барып, одан жер сұрайды екен. Сол кезде Есенбұға осыларды тыңдап, оларға не істеген еді? Осы Қозыбасы деген жерден, Шу мен Талас алқаптарының бойынан бізде Қозыбасы жерінен жер берген болатын, Жетісу жерінен, оқушылар. Міне, яғни Моғолстан өмір сүрген болатын ол кезде. Енді әрі қарай қараңыздар. Әмір Темір мемлекеті бізде Мәуереннахр жерінде өмір сүріп жатыр. Мәуереннахр жері қай жер десе, құрметті оқушылар, Мәуереннахр жері дегеніміз Сырдария мен Әмудария өзендері бар емес пе? Осы екеуінің арасында жатқан территория бізде Мәуереннахр деп аталады. Әбілқайыр хандығы бізде, құрметті оқушылар, ол бізде практически бүкіл Қазақстанды алып жатыр, Жетісудан бөлек. Ноғай ордасы бізде ол бізде Еділ және де Жайық өзендері арасында алып жатқан болатын. Яғни Батыс Қазақстанда жалпама осы. Айтық қой дейді. Керемет. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Еңсегей бойлы ер есім эпосының жырын жазған кім? Комментарийға жаза кетіңіздер. Я деп шахназаны жаз. Керемет. Бұның кім болып табылады? Еңсегей бойлы ер есім, яғни Есім хан туралы жазған. Бізде кім? Молодцы. Бұл бізде әрине Жиенбет болып табылады, иә? Жиенбет бізде осы Есім хан туралы жазған болатын. Айтпақшы, Есім ханның бізде жазған несі бар? Білесіздер, дала заңдар жинағын жазған болатын. Қайсысы? Иә, Есім ханның ескі жолы. Керемет. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Бізде үшінші сұрақ. 11 ғасырда құрылған Қыпшақ хандығы Сыр, Арал және Каспий өңірінен ығыстырып жіберген кімдер ығыстырып жіберді? Енді бұл жерде қараңыздар. 9 ғасырда өмір сүріп жатыр екен. Бізде оғыздар өмір сүріп жатты ма? Өмір сүріп жатты. Қарлықтар ол кезде уже қарлықтар қай жерге 940 жылға дейін өмір сүрген болатын, иә? 940 жылға дейін өмір сүрді. Қарақтайлар одан кейін болды, иә? Қараханнан кейін тіпті болды. Хорезмдер енді иә, ол да бізде иә, ол территориясы келеді, бірақ та бізде мына жерде ығыстырып жіберді деп сұрап тұр. Білесіздер, бізде тарихта өте қатты ығыстырылып кеткен халық бар. Ол бізде оғыздар бар, иә? Молодец, Шахназ, дұрыс жауап беріп жатыр екенсіздер. Енді қараңыздар. Қалай ығыстырылып жіберді, осыған тоқтап кетейік. Бізде қараңыздар, оқушылар, бізде басында ұйғыр деген қағанат болған екен. Ұйғыр қағанаты осы ұйғыр мен қарлықтар алатты не істейді? Осы шығыс түрік қағанатын 744 жылы құлатады екен. Шығыс түрік қағанатын құлатқан екен, ұйғыр алатты осы жерде мен ғана боламын деп қарлықтарды Қазақстан жеріне ығыстырып тастайды. Ал осы кезде Қазақстан жерінде бізде түргештер өмір сүріп жатты. Қарлықтар келеді, білесіздер, түргештерді 756 жылы үстін басып алған болатын, иә? Сөйтіп, қарлықтар 756 жылы мемлекетін құрды. Осы кезде түргештермен бірге бір жерде оғыздар да өмір сүріп жатты. Сөйтіп бізде қарлықтар көшіп келген екен, оғыздарды қай жаққа ығыстырып тастады? Оларды Сыр бойына қарай ығыстырып тастаған болатын. Түсінікті ғой, қарлықтар оғыздарды Сыр бойына ығыстырып тастады. Одан кейін жарайды, оғыздар өмір сүреді, осы 9 ғасырдан 11 ғасырға дейін өмір сүреді да, одан кейін бізде қыпшақтар қайттан шығады. Қыпшақтар бірінші не істейді? Ол бізде қимақтарды құлатады. Қимақтарды құлатқан екен, әрі қарай оғыздарды да құлатқан болатын. Оларды құлатып, оларды Сыр, Арал, Каспий өңірінен ығыстырып тастаған болатын, құрметті оқушылар. Түсінікті ғой, иә? Так, молодцы, керемет. Әрі қарай жалғастырамыз.
Келесі, Моңғолстан мемлекетінің территориясына кірген Қазақстан жерлері дейді. Моңғолстан мемлекетінің территориясына кірген дейді. Айтпақшы, бұл жерде нені талдау кету керекпіз? Бұл сұраққа жауап беру үшін Моңғолстан жалпы қай жерде құрылды, қай өңірде құрылды, соған тоқтап кетейік. Моңғолстан жері құрметті оқушылар Шағатай ұлысының орнына құрылған болатын. Бізде Шағатай ұлысы болды. Шағатай кезінде ұлысы болды, яғни Шыңғыс ханның бір ұлы деп айтуға болады. Ол бізде екіге бөлініп кетеді екен. Мына бір жерінде Әмір Темір мемлекеті құрылады, батыс бөлігінде, ал шығыс бөлігінде Моғолстан мемлекеті құрылады екен. Моғолстан мемлекеті құрылады. Осы жерде Әмір Темір ол бізде Мәуереннахр жерінде құрылады екен. Мәуереннахр жерінде. Қазір мен бір бас жерейін. Мәуереннахр жерінде, яғни бағана біз айтып кеттік, Мәуереннахр жері ол бізде қай жер территория айтамыз дедік. Мәуереннахр жерде біз сіздермен құрметті оқушылар Сырдария мен Әмударияның арасында жатқан территорияны айтады екенбіз құрметті оқушылар. Ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Келесі. Так, мынау менде сызбай тұр. Так, қазір бір секунд. Мынау бізде Мәуереннахр жерінде орналасқан, ал бізде Моғолстан Мәуереннахрдың оң жағында жатқан территория, Сырдарияның оң жағында, ол бізде оңтүстік Қазақстан және Жетісу. Молодец, кака, дұрыс айтасың. Яғни оңтүстік Қазақстан және Жетісу жерінде өмір сүрген болатын. Яғни бұл жауап бізде оңтүстік Қазақстан және Жетісу жері болып табылады екен. Және осы жерге бізде Әбілқайыр хандығынан бөлініп кетіп, бізде Керей Жәнібек сұлтан нәрестейді Моғолстан жеріне келіп, өзінің хандығын құрған болатын. Әрі қарай келесі сұраққа тоқталып кетеміз. Батыр Қонтайшы бастаған Жоңғар хандығы құрылды. Қай жылы құрылды оқушылар? Бұның жауабын білесіздер ме? Так. Бұның жауап бізде құрметті оқушылар 1635 жылы құрылған болатын. Және де біз сіздерге бір лайфхак айтайын, осының құрылуына байланысты жалпы қараңыздар. 1635 жылы. И плюс осы жоңғарларды айтқан кезде, жоңғар хандығын айтқан кезде 123 деген санды жаттап алсаңыздар болды. Бұл не мағынаны білдіреді? Жоңғар хандығы жалпы бізде 123 жыл бойы өмір сүрген екен. Яғни 1635-ке 123-ті қосамыз, нәтижесінде не шығады? Бұл жақта бізде құрметті оқушылар 1758 жыл шығады екен. 1758 жылы бізде жоңғар хандығы құлаған болатын. Кім құлатты? Цинь империясы құлатқан болатын. Молодцы, дұрыс жауап беріп жатырсыздар. 1635 деп. Керемет. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ. 6-шы сұраққа тоқталамыз. 1728 жылы жоңғарлар мен Қарасиыр деген жерде болған шайқас. Қандай шайқас болды? 1728 жылы болған шайқас. Бұл бізде Бұланты шайқасы. Молодцы. Бұланты шайқасы Қарасиыр деген жерде болған болатын. Және де оқушылар бір ерекшелік айта кететін. Бұны ұбт-да тек қана Бұланты шайқасы деп келмеуі мүмкін. Бұның орнына бізде Қалмақ қырылған деп те тұру мүмкін. ұбт-да былай да сұрайды. Қарасиыр деген жерде болған 1728 жылғы шайқас кейін қалай аталып бастады деп айтуы мүмкін. Бұл бізде Қалмақ қырылған деп аталып бастады. Неге? Өйткені қалмақтар қырылған болатын. Көптеген қалмақ қырылып қалған болатын. Міне, осыған қарап сіздер осылай жауап беретін боласыздар. Түсінікті ғой, Енді әрі қарай жалғастырамыз. Осыдан кейін бізде 2 жыл өткеннен кейін, құрметті оқушылар, 1730 жылы бізде әйгілі Аңырақай шайқасы орын алады екен. Аңырақай шайқасы орын алады екен. Аңырақай. Керемет, ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Келесі, 1822 жылғы жарғы бойынша болысқа кіретін ауылдар саны дейді. 1822 жылы бізде Сібір қырғыздары туралы жарғы пайда болған болатын. Оның авторы бізде Спиранский болып табылады, сіздер оны білесіздер. Және де бізде бір болысқа бізде 10-12 ауылдан кірген болатын. Әр ауыл бізде 50-70 шаңырақтан болды. Яғни бізде бұл орта жүзге байланысты. Орта жүз. Енді осыны талқылап кетейік. Бізде орта жүз, құрметті оқушылар, Батыс Сібір генерал-губернаторлығына кірген болатын. Батыс Сібір генерал-губернаторлығы. Ол Батыс Сібір генерал-губернатор бізде округтерден тұрған болатын. Округтерден осы тоже таралады. Округтер бізде болыстардан тұрды. Болыстар бізде, құрметті оқушылар, осы ауылдардан тұрған болатын. Міне, ауылдардан тұрған болатын. Ауыл. Бізде ауылдарды ауыл старшындары басқарды, 3 жыл. Болыстарды болыс сұлтандары басқарған болатын. Мысалға, Абай Құнанбаевтың әкесі кім болды? Болыс сұлтанды болды дегендей. Сонымен қатар бізде округты аға сұлтандар басқарған болатын. Оларды бізде 3 жыл басқарған болатын. Ауылды да 3 жыл басқарған болатын. Міне, осындай ерекшелігі бар екен, құрметті оқушылар. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Және де ең маңызды ақпарат бұл бізде 1822 жылы орта жүзде хандық билік жойылған болатын, иә? Оны сіздер білесіздер. Әрі қарай жалғастырамыз. Қалмақ қырылған, жақсы. Әрі қарай 1906 жылы Қазақстанда бірінші мемлекеттік думаға Семей облысынан сайланды. Кім сайланған еді оқушылар? Семейден болса, әрине бізде ол Әлихан Бөкейханов Семей облысынан сайланған болатын, бірінші мемлекеттік думаға. Керемет. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Келесі, бір немесе бірнеше мемлекеттің басқа мемлекеттің ішкі істеріне күш қолдану арқылы араласуы қалай аталады оқушылар?
Бұны біз тарихта шетел бірдеңесі деп айтамыз, иә? Менде тарихта оқыған балалар бұны міндетті түрде біледі. Болыста монархия болды, дұрыс айтасыз, кака. Иә, ол жерде бізде мұрагерлікпен беріп отырды. Керемет. Бізде қараңыздар, бұл жерде бізде интервенция деп аталады. Бізде осы азамат соғыс жылдарында, сіздер білесіздер, ақтар мен қызылдар соғысқан болатын. Осы кезде бізде шетел интервенциясы деген дүние болды. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз бір немесе бірнеше мемлекеттің басқа мемлекет ішкі іштеріне күш қолдану арқылы араласу болып табылады. Ол кезде Антанта мемлекеттері не істеген еді? Осы КСРО-ның ішкі істеріне араласқан болатын, осы кеңес үкіметінің. Жалпы осындай интервенция деген мағынаны білдіреді екен. Яғни сіздер термин сөздерінде мағынасын білу керексіздер. Әрі қарай Қазақстан тарихында ашылған тұңғыш жоғарғы оқу орны. Енді бұл жерде алматылықтар білет деп ойлаймын, педагогтар білет деп айтуға болады. Ол қай жер? Так. Бұл бізде 1928 жылы ашылған Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институты болып табылады. 1928 жылы ашылған ең алғашқы жоғарғы оқу орны болып табылады екен. Ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Картада көрсетілген мемлекет, енді контекст тапсырманы бастайық оқушылар. Бізде ОПТ-да контекст сұрақтарда келеді, ол бізде екіден тұрады. Біреу картаға байланысты, біреу мәтінге байланысты. Біз сізбен қазір картаға байланысты мәтіндік сұрақтарды талдайтын боламыз. Контекст тапсырма. Көптеген оқушылар өкінішке орай осыдан именно қадалып қалып жатады. Бізде былай дейді, бірінші контекст тапсырмада картада көрсетілген мемлекет өмір сүрген мерзім дейді. Қай жылдар аралығында өмір сүрді? Бұл бізде Батыс түрік қағанаты көрсетіліп тұр екен картада. Және де ол бізде қай жылдар өмір сүрді? Батыс түрік қағанаты білесіздер 101 жыл өмір сүрген болатын, 603-704 жылдар аралығында өмір сүрді. Яғни ол бізде 7-ші ғасырдың басы мен 8-ші ғасырдың басында өмір сүрген болатын. Әрі қарай жалғастырамыз. Түсінікті бұл сұрақ. Келесі, ордалары қай су алқабында орналасты дейді. Яғни бұл Батыс түрік қағанатының ордалары, яғни бас ордасы қай су алқабында орналасты? Бұл бізде құрметті оқушылар Жетісу жерінде орналасқан еді. Білесіздер, бізде бас ордасы, негізгі ордасы қай қала болды? Ол бізде Суяб қаласы болды, Суяб қаласы болған екен. Ол бізде құрметті оқушылар Шу өзен бойында орналасқан болатын. Шу бізде қай жақта орналасты? Міне, ол бізде мына жақта орналасқан болатын. Так, міне мына жақта орналасқан болатын. Басқа түске ауыстырайын. Міне, осы өңірде орналасқан болатын Шу өзені, ол бізде Жетісуға кіреді екен, құрметті оқушылар. Керемет. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Мемлекеттің басты ордасы дейді. Яғни осы Батыс түрік қағанатының басты ордасы қай жер болды? Ол бағана айтып кеттік, ол бізде әрине Суяб қаласы болған екен, құрметті оқушылар. Ал біздің жазғы ордасы Мыңбұлақ қаласы болды, иә? Әрі қарай жалғастырамыз. Әрі қарай мемлекеттің алып жатқан аумағы дейді. Қай жерлерді алып жатыр? Бірінші картамен жақсы білу керексіздер. Бізде мынау батысы қай жақпен шектесіп отыр? Батысы бізде мынақта, мынау бізде Қара теңіз деп аталады оқушылар. Қара теңіз, ал мынақта бізде уже Қазақстан мен Монғолия, қазір Монғолия және Жоңғарияның арасында жатқан территория. Яғни Қара теңізден Жоңғарияға дейінгі алып жатқан территория бізде, құрметті оқушылар, осы Батыс түрік қағанатының территориясы болатын. Так, кака, дұрыс айтасыз, Суяб, керемет. Кака деген, Қарақат деген оқушым болу керек. Кеттік, әрі қарай. Мемлекеттің жетекші тайпалары дейді. Бізде білесіздер, тарихта Батыс түрік қағанатын басқаша 10 ел деп те айтады. Неге 10 ел деп айтады? Себебі, ол бізде 5 дулу, 5 нушиби тайпаларынан құралған болатын. 5 дулу және 5 нушиби тайпаларынан құралған болатын. Нушиби. Яғни бұның жауабы бізде дулу мен нушиби тайпалар болады екен. Тіпті осы екі тайпалардың арасындағы таққа таласты өкінішке орай осы Батыс түрік қағанатының құлауына негізгі себепкер болады екен. Әрі қарай енді контекст, яғни мәтінге байланысты сұрақты талдап кететін боламыз. Так. А деңгейлі сұрақтар, мынау сұрақтар болды. Бағана бізде бір вариант, осы сұрақтардың барлықтары бізде А деңгейлі сұрақтар болды. Ал қазір бізде уже Б, С деңгейлі сұрақтар кетіп бара жатыр. Енді қазір қараңыздар, мәтінге байланысты контекст тапсырма талдайтын боламыз. Бізде мәтінді бір оқып шықсаңыздар, мен уже мәтінді білемін. Бұл жерде мәтін кімге байланысты айтып тұр? Бұл бізде мәтін бізде қараңыздар, 1370 жылы Мәуереннахрды басып алып, Самарқанд өз мемлекетінің астанасын етті дейді. Бұл әрине 1370 жылы қай мемлекетті құрды? Кім құрды? Әмір Темір құрған болатын, иә? 1370-1405 жылдар аралығында 35 жыл билеген бізде, құрметті оқушылар, Әмір Темір болар екен. Яғни бізде Әмір Темірге байланысты контекст тапсырма екенін түсіндік. Әмір Темір шапқыншылығының негізгі бағыты осы мемлекеттерге бағытталды дейді. Қай мемлекеттерге бағытталған еді оқушылар? Комментарияға жаза кетіңіздер. Бұл бізде Ақ Орда мен Моғолстанға бағытталған болатын. Яғни дұрыс жауап бізде Д болар екен. Керемет. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ, 1370 жылы Мәуереннахр әмірлерінің арасында қақтығыс нәтижесінде не болды? 1370 жылы Мәуереннахр әмірлерінің арасында қақтығыс нәтижесінде бізде негізгі хандық Монғолия бағынышты болды. Дұрыс жоқ. Жеке дербес ел болды ма?
Білмейміз, қазір айтамыз. Әмір Темір жеңіп өз мемлекетін құрды дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Әрине дұрыс. Бізде дұрыс жауап, бізде Әмір Темір не істеген еді? 1370 жылы Мәуереннахр жерінде өзінің жеке дара мемлекетін құрған болатын, құрметті оқушылар. Жақсы, керемет. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ, сәйкестендіріңіз дейді. Сәйкестендіру, бұл бізде С деңгейлі сұрақтар оқушылар. Бағана біз А, Б деңгейлі сұрақтар талдадық. Ең қазір С деңгейлі сұрақтар сіздермен талдайтын боламыз, құрметті оқушылар. Енді бізде қандай сұрақ? Ақ Орда, Моғолстан және Әмір Темір мемлекеттері берілген екен. Және оларға байланысты мынандай ақпараттар берілді. Осман империясын талқандаған дейді. Тоғылық темір негізін қалады дейді, және Ұрысхан билік құрды дейді. Керемет. Ұрысхан қай жерде билік құрды? Ол бізде, құрметті оқушылар, Ақ Ордада билік құрған еді. Яғни бұл бізде бір ол бізде С болар екен. Керемет. Мына жерде Тоғылық темір қай мемлекеттің негізін қалады? Әмір Темір мемлекетін емес қой, логичный ойлап қарасақ, ол бізде Моғолстанның қалаған болатын, 2 бізде В болар екен. Енді үшінші бізде әрине соңғысы қалды, ол бізде Әмір Темір Осман империясын талқандаған болатын. Яғни Осман империясы дегенде ол не істейді? Сол Осман империясының Баязид деген сұлтанын, бірінші Баязидті өлтірген болатын, құрметті оқушылар. Бұл бізде А болар екен. Яғни 1 С, 2 В, 3 А болады. Бұл дегеніміз міне С, В, А. Яғни дұрыс жауабы А болар екен. Міне сәйкестендіру сұрақтар бізде С деңгейлі хардкорный сұрақтар болар екен. Түсінікті ғой, Енді әрі қарай жалғастырамыз. Және біздің соңғы 2 сұрағымыз, міне бағана ғана айтып кеттім. Осман империясының Әмір Темірден жеңілген сұлтаны дейді. Кім жеңілген еді? Бағана мен айтып кеттім. Комментарияға жаза кетіңіздер. Эфир сақталмайды өкінішке орай, сол себепті зейін қойып тыңдаңыздар. Бұл жерде қараңыздар, Осман империясының Әмір Темірден жеңілген сұлтаны кім болды? Бұл бізде Баязид болды, оқушылар. Баязид бізде дұрыс жауап болар екен. Бізде қараңыздар, Әмір Темір, яғни Осман империясы негізі Әмір Темірдің планында, жоспарында Осман империясын құлатам, Әмір Темір бағанағы Баязидті өлтірем деген жоспар болған жоқ еді. Керісінше бізде Осман империясы мұсылман мемлекет болды, Әмір Темір мұсылман мемлекет болды. Екеуі бір-бірімен жақсы достар болған еді. Бірақ та осы жерде Әмір Темір не істейді? Қытайға жорық жасап бара жатқан кезде, жорыққа бара жатқан жолда ол осы Баязидке не істейді? Хат жолдаған екен. Хат жолдаған кезде осы Әмір Темірден қарсы шыққан жақтастары болмайды ғой. Әрине әрбір адам өзінің жаулары болады. Осы жерде Әмір Темірдің жаулары сол хатты жолай алып алар екен да, ішіндегі содержаниясын, ішіндегі сөздердің бағыттарын өзгертіп тастап, сөйтіп Баязидті жамандайды ғой, короче, хаттың ішінде. Жамандағаннан кейін Баязид ол хатты әрине алады да, оқиды да, мынау Әмір Темір мен туралы жаман айтып жатыр дейді. Керісінше ол қандай хат жібереді? Керісінше Әмір Темірді жамандап, оған керісінше хат жібереді екен. Сөйтіп ол хат әрине Әмір Темірге жетеді ғой. Сөйтіп жеткен кезде не болады? Әмір Темір ашуланады да, Қытайға бара жатқан жорығын аттың басын бұрады да, не істейді? Осы Осман империясына барып Баязидті өлтіріп тастаған болатын. Және осы Баязидтің өлімінің кесірінен бізде не болады? Осман империясы талқандау процесі басталар екен, оқушылар. Міне үлкен бір алып империяның. Түсінікті ғой, Так, мен ана хатты өзім оқығандай қылып айтып беріп отырмын ғой, Так. Дұрыс айтар шақнас, Қытайды басам деп ойлап отыр. Жақсы, керемет. Әрі қарай жалғастырамыз. Келесі енді біздің соңғы сұрағымыз, оқушылар. Дұрыс дәйекті анықтаңыз дейді. Міне, тағы бір С деңгейлі сұрақ келді, сәйкестендіру. Енді қараңыздар, 1395 жылы соңғы шайқас өтіп, Алтын Орда күйреді дейді. Жоқ, Алтын Орда ол кезде күйреген жоқ, 1395 жылы қандай шайқас болды? Бұл жерде бізде Терек шайқасы болған еді. Терек өзені бойында шайқас Әмір Темір мен Тоқтамыстың арасында болған еді. Яғни бұл бізде дұрыс емес. Тоқтамыс Терек шайқасында жеңіске жетіп, Алтын Ордада жеке дара билік құрды дейді. Дұрыс емес. Қараңыздар, Терек шайқасы бізде 1395 жылы болған екен. Және ол жерде бізде Тоқтамыс жеңіліп қалады. Тоқтамыс жеңіліп қалады. Яғни бұл да дұрыс емес. Келесі, Батпақ шайқасында Әмір Темір бастаған әмірлер жеңіледі дейді. Бұл уже бізде дұрыс. Бізде Батпақ шайқасында Әмір Темір жеңіліп қалады да, бағанағы осы Моғол хандарынан жеңіліп қалған екен, не істейді? Ол Самарқандқа қайтып кетеді екен. Самарқандқа қайтып кеткен кезде не болады? Ол Самарқандта оборона ұстайды, яғни қорғалады. Сол кезде бізде билеуші Ильяс Қожа деген моғол билеуші болады да, ол жерде өкінішке орай Әмір Темірді өлтіре алмай, қайтадан Моғолстанға қайтып келеді екен, құрметті оқушылар. Яғни бұл бізде дұрыс. Келесі бізде 1410 жылы, мына жерде 5 болу керек негізі. 1405 жылы Әмір Темір Қытайға жорығында қаза тапты дейді. Мына жерде 1405 жылы болады, оқушылар. Кішкене шатасып кеттік. 1405 жылы Әмір Темір Қытайға жорығында қаза табады дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па?
Әрине ол бізде дұрыс болып табылады. Яғни дұрыс жауап бізде 3 пен 4 болады екен. Міне 3 пен 4 болады екен, құрметті оқушылар. Міне көрдіңіздер ғой, біз сіздермен контекст тапсырма талдадық. А деңгейде бір ғана дұрыс жауабы бар тапсырма талдадық. Сонымен қатар сәйкестендіру сұрақтарын талдадық. Осындай А, Б, С деңгейлі сұрақтар келеді екен. Енді оқушылар, сіздерге айтқан бүкіл талдаған сұрақтар түсінікті болды ма? Комментария жаза кетіңіздер. Және де қазір болды, нұсқа талдап біттік деп шығып кетпеңіздер. Өйткені бұда нұсқадан да пайдалы ақпарат беремін сіздерге қазір алдағы уақытта. Сол себепті да конца эфирде отырыңыздар. Және де кім эфирде соңында не отырады? Әрине бізде 2000 сұрақтан құралған, әрине біздің бонусымыз сіздерге берілетін болады, құрметті оқушылар. Қазір алаңда тоқтап кететін боламыз. Енді сіздерге ұнап жатса, давайте комментарияға лайктарыңызды қойыңыздар, комментария жаза кетіңіздер. Ендеше мен сіздерге өте пайдалы ақпараттардың біріне тоқталып кетсек, құрметті оқушылар. Ол қандай ақпарат? Бізде білесіздер, Қазақстан тарихы әртүрлі кезеңдерге бөлінеді. Ежелгі заман, орта ғасыр, одан кейін дамыған заман, қазіргі заман дегендей. Осы замандарға байланысты қанша сұрақ кездеседі? Осыған тоқталып кетейікші. Осыған тоқтап кетеміз. Бізде қараңыздар оқушылар. Бізде ежелгі заманға байланысты бағанағы сақ, үйсін, қанлы ұғымдар, неше түрлі тұрақтар бар, неолит, бағанағы мезиолит, энеолит, осының барлықтарына байланысты бізде 2 ғана сұрақ келеді екен. 20 сұрақтың 2-і ғана келеді. Түсінікті ғой, Келесі бізде орта ғасыр кезеңіне байланысты бағана түрік қағанаты, түргеш болсын, қарлы, қарақтай, осының барлығына байланысты бізде 2 сұрақ қана келеді екен. Сонымен қатар жаңа заман тарихына байланысты бізде 2 сұрақ келеді. Сосын Қазақстанның 20 ғасырдың бірінші жартысында, яғни 1900 бен 1950 жылдар аралығында бізде осыған байланысты 2 сұрақ келеді екен. 50 жылға байланысты бізде 2 сұрақ келеді. Бұл кезде не болды? Бұл кезде бізде 2 дүниежүзілік соғыс болды, бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстар болды. Сонымен қатар бұл кезде бізде не болды? Бұл кезде бізде, құрметті оқушылар, әрине біздің алаш зиялылары өмір сүрген болатын, көптеген қазақ АКСР құралды, көптеген оқиғалар болған еді. Сонымен қатар 20 ғасырдың екінші жартысынан бізде 2019-21 жылға дейінгі кезеңге байланысты бізде 1 ғана сұрақ келеді екен, 20 сұрақтың. Сонымен қатар мәдениетке байланысты мысалға орта ғасыр қалалар қанша бөліктен тұрады? Әрине бізде 3 бөліктен тұрады. Осындай секілді сұрақтар бізде 1 ғана сұрақ келеді екен. Мүмкін киімге байланысты сұрағы, мүмкін мәдениетке байланысты сұрақ келеді. Сонымен қатар бізде қалған 10 сұрақ қайда кетті десе, біз бағана сіздермен контекст тапсырма талдадық, картаға байланысты және мәтінге байланысты. Қалған 10 сұрақ, құрметті оқушылар, осы контекст негізіндегі тапсырмалар болады екен, құрметті оқушылар. Түсінікті ғой, контекст